Сәлеметсің бе, балақай? Қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Жақсы. Менің де күнім бүгін өте жақсы өтті. Бүгін екеуміз не туралы әңгімелестік екен? Менің саған бір сұрағым бар. Өскенде кім болғың келеді? Қандай мамандықты таңдадың? Әлде сен өзіңнің болашақта кім болатының жайлы ойланбадың ба? Менің кейіпкерім Айгүл де ол жайында ойланбапты. Айгүлдің болашақта қандай мамандық иесі болатынын бірге білейік. Мен әңгімемді бастаймын. Сен жақсылап құлақ түріп тыңда. Жарай ма? Кеттік онда. Айгүл деген кішкентай қыз бар еді. Ол әжесіне келіп, былай депті. Әже, мен өскенде кім болатынымды білмеймін. Маған барлық мамандықтар ұнайды. Әжесі күлімдеп оған: онда балам, сиқырлы саяхатқа шығайық. Мен саған әр мамандықтың қаншалықты қызықты екенін көрсетемін. Осылайша Айгүл мен әжесі қиял әлеміне еніп, әртүрлі мамандық иелерінің жұмысына куә болады. Алғашында олар ауруханаға келеді. Дәрігер адамдарды емдеп жатыр екен. Бір кішкентай бала ауырып қалыпты. Дәрігер болса, оған дәрі беріп, жылы-жылы сөйлеп, оған күлімсіреп, бар мейірімін төгеді. Ал бала болса, бірден жадырап, сауығып кетеді. Айгүл таңданып, дәрігерлер адамды сауықтырады екен, деді. Келесі аялдама мектеп. Әжесі мен Айгүл мектепке келеді. Мұғалім балаларға әріптерді, сандарды үйретіп жатыр екен. Балалар болса мұқият тыңдап, қолдарын көтеріп, сұрақ қойып, жауап беріп отыр. Айгүл риза болып, мұғалімдердің арқасында біз білім үйренеміз. Олар бізге барлығын үйретіп жатыр, деді. Саяхат ары қарай жалғасып, әжесі мен Айгүл құрылыс алаңына барады. Онда құрылысшылар жаңа үй салып жатыр екен. Егер құрылысшылар болмаса, мектепте, ауруханада, жаңа үйде болмас еді, деген оймен Айгүл құрылысшы болуда өте маңызды мамандық екен, деген ойға келеді. Одан кейін әжесі мен Айгүл асханаға барады. Асханаға кірген бойда дәмді иіс мұрын жарады. Айгүл дәмді сорпаны ішіп отырып, аспазшы да өте маңызды мамандық екен. Олар дәмді тамақ пісіріп, адамның көңіл күйін көтереді екен, деген оймен асханадан шығады. Әжесі Айгүлге күлімсіреп қарап: көрдің бе? Әр мамандықтың өз маңызы бар. Сен өзіңе ең жақынын таңдап, жүрегің қалаған іспен айналысуың керек. Ал Айгүл болса, басын изеп, мен болашақта адамдарға пайдалы болатын маман иесі боламын, деп қуана жауап береді. Сонымен балақай, әр мамандық маңызды екен. Дәрігер бізді емдейді, ал мұғалім білім береді. Құрылысшы мен аспазшы мамандықтарының да пайдасы өте зор екен. Ал сен өзің болашақта кім болғың келетіні жайлы бүгін ойлан.
ата-анаңмен ақылдасып, мамандық туралы сөйлес. Жарай ма? Онда келістік. Ал мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Жайлы жатып, жақсы тұр.